Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Сабағымыздың тақырыбы Тынымбай Нұрмағамбетовтың «Анасын сағынған бала» әңгімесінің тақырыбы мен идеясы. Сабақтың оқу мақсаты: әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Бағалау критерийі: шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Әңгімедегі отбасылық құндылықтарды талдау. Сабағымызды бастамас бұрын Тынымбай Нұрмағамбетов туралы шолу жасайық. Тынымбай Нұрмағамбетов 1945 жылы дүниеге келген. Жазушы, қаламгер, бірнеше кітаптардың авторы. Алғашқы жинағы «Қауын иісі» деген атпен 1971 жылы шыққан. Балаларға және ересектерге арналған бірнеше туындылары бар. Жазушы өзінің әңгімелерінде өмір шындығын ашып көрсетеді. Жазушының барлық әңгімелерінің негізгі идеялары адамгершілікке негізделеді. Бүгінгі біздің оқитын әңгімеміз Тынымбай Нұрмағамбетовтың «Анасын сағынған бала» әңгімесі. Әңгімені талдамас бұрын мен сіздерге мынадай негізгі ұғымдарды ұсынатын боламын. Қуаныш, туыс, үміт, жылулық, сағыныш, мейірім, отбасы, бала. Бұл ұғымдар біз оқыған әңгімеде кездеседі. Қалай ойлайсыңдар, осы ұғымдарды не байланыстырады? Ол үшін біз мәтінге, үзінділерге назар аударайық. Оқулықты ашамыз, 125 бетке назар аударамыз. Ол жерде мынадай мәтін кездеседі. Ағаштардың әрқайсысына тоқтап қарап, сосын жоңышқалықты аралап келіп, күннің қызуы қорып бара жатқандықтан жүзімнің көлеңкесіне кіре берген сол еді. «Мама, мама, сенсің ғой ең дана» деп әндеткен сүйкімді бала дауысын естіді. 127 бетке назар аударыңыздар. Баланың қуаныштан есі шығып, екі беті ерте піскен алмадай алабұртып тұрды. Баланың сезіміне осыншалық әсер етіп, ендігі жерде оны Алматыға алып кете алмасам, ұмытылмас күнә болар да еді. Оқулығымыздың 133 бетіне назар аударамыз. Мөлдіреген қап-қара көздері әлі де үміттен қуалаған емес сияқты. Есмағамбет мейірленіп кетіп, баланың бетінен сүйіп, қатты қысып құшақтады. Оқушылар, осы мәтіндердегі мына сөздер бала, қуаныш, сезім, үміт, мейірлену, мейірім деген сөздермен танысып шықтық. Осы сөздердің барлығын не байланыстырып тұр деп ойлайсыңдар? Әрине, ана деген ұғым байланыстырады. Яғни, бұл әңгімені оқу барысында біз ерекше бір мейірімге, сезімге толы ұғымды таныған сияқтымыз. Олай болса, тапсырмалар бойынша жұмысымызды жалғастырамыз. Бірінші тапсырма: бастапқы танысу әдісімен берілген үзінділер арқылы мәтіннің не туралы екендігін болжайтын боламыз. Мен сіздерге тағы да мәтіндер ұсынамын. Бірінші мәтіннің үзіндісі. Есмағамбеттің бұл сапары ауылына 4 жылдан кейін оралуы еді. Екінші үзінді. Мамасы мен папасы жайлы баланың шаттанып айтқаны сондай, осы қалпында пойызға қазір мініп кетердей, құс болып ұшып кетердей алып ұшқан екпін бар еді. Үшінші үзінді. Дауысы сондайлық ерке, тап бір мамасының алдында еркелеп шолжаңдап отырған еркетотай бала секілді. Есмағамбет бұл әнді бұрын да көп еститін. Бірақ баланың айтуында сондайлық әсем естілетіндігін аңдауы осы жол еді. Төртінші үзінді. Кейін барасың ба?
тағы бір келгенімде? Бала жауап берген жоқ. Ол тіпті мұның жүзіне де тура қарамай, көздерін әлдеқайда алып қашып көрді. Біз әңгімені оқу барысында осындай мәтіндерге кездескен болатынбыз. Яғни, осы мәтіннен берілген үзінділерге қарай отырып, оқушылар, біз қандай болжам жасауымызға болады? Яғни, Есмағамбеттің ауылына 4 жылдан кейін оралғандығын, кішкентай балаға кездесуін, баланың ән салғаны, ән сала отырып, және Есмағамбетпен сөйлесе отырып, оның анасын сағынғанын, анасын көргісі келетінін, Есмағамбеттің мейірленіп, ол баланы алып кетіп, анасына табыстағысы келетінін, бірақ қанша алып кеткісі келсе де, жолында бір қиыншылықтың, кедергінің кездесіп тұрғандығын, баланың Есмағамбетке сондайлық бір үмітпен қарағандығын, міне осындай болжамдар жасауымызға болады. Сержанның анасын сағынғанын, оны көргісі келетінін, анасын жақсы көретінін тағы да қандай сөздерінен байқауға болады? Ол үшін оқулығымыздағы Есмағамбет пен Сержанның диалогына назар аударамыз. Сен Алматыдан келдің бе? Я Алматыдан келдім. Менің мамам да Алматыда. Білемін ғой. Менің мамамды танисың ба? Неге танымаймын? Танимын. Келесі диалогқа назар аударамыз. Мен сені Алматыға алып кетемін. Қашан кетеміз? Ертең ауылға барып қайтамын. Арғы түні пойызға мінеміз. Бүгін, сосын ертең, сосын арғы күн. Сонда кетеміз ғой? Кетеміз. Міне осы диалогқа қарап отырып, кішкентай Сержанның анасын сағынғанын, көргісі келетінін, жақсы көретінін байқадық па балалар? Әрине, байқадық. Олай болса, келесі тапсырмамызға көшеміз. Қос сақина әдісімен негізгі мақсатымыз әңгіменің тақырыбы мен идеясын анықтаймыз. Осы арқылы не мәселені көтергенін түсінуімізге болады. Ол үшін тақырып дегеніміз не, идея дегеніміз не? Тақырып дегеніміз көркем шығармаға негіз болған өмір құбылыстарының түйіні. Идея шығарманы жазған автордың негізгі айтайын деген ойы. Бұл жерде осыған дейінгі тапсырмаларды орындау арқылы осы көркем шығармаға, яғни әңгімеге негіз болып тұрған өмір құбылысы не? Жазушы не нәрсені ашып көрсетіп отыр? Яғни, анасын сағынған бала шығармасының тақырыбы баланың анасын сағынуы, ана мен баласы арасындағы сезім. Шығарманы жазған автор, яғни Тынымбай Нұрмағамбетовтың айтайын деген негізгі ойы не болды екен? Шығарманың идеясы ана мен бала арасындағы сағыныш сезімі арқылы отбасылық құндылықты, адамгершілікті дәріптеу. Келесі тапсырма ассоциативті қатар әдісі бойынша біз осы әңгімедегі осы отбасылық құндылықтарды айқындайтын тізбектерді тізбектейміз және тізбектей отырып өз көзқарасымызды білдіретін боламыз. Әңгімедегі қандай отбасылық құндылықтарды тануға болады? Мысалы, мен былай толықтырар едім: бауырмашылдық, туыстық. Ары қарай сіздер қалай жалғастырасыздар? Әрине, отбасылық құндылықтарға біз махаббатты, жылулық, сағыныш, туыстық, тағы бірнеше құндылықтарды атап өтуімізге болады. Осы әңгімені талдау арқылы оқу барысында нені түсіндік? Яғни біз отбасылық құндылықтың, соның ішінде адамгершіліктің ең терең ұғым екендігін түсіндік. Бұл жерде ана мен бала арасындағы сондайлық бір әдемі сезім, сағыныш сезімі, жақсы көру, махаббат сезімі, ананың баланың анасын қадірлеуі,
ана деген ұғымның биік екендігі осы әңгіме барысында сезіліп тұр. Ал енді отбасы құндылығына қосар сенің үлесің қандай? Осы бойынша өз көзқарасымызды жазып қалдыратын боламыз. Сабақты бекітеміз. Мен сіздерге ашық микрофон әдісімен сұрақ қоямын. Осы әңгіменің біз үшін маңыздылығы неде деп ойлайсыңдар? Оқушылар, өз жауаптарыңызды чатқа жазып қалдырсаңыздар болады. Мен үшін бүгінгі сабақтың қаншалықты құндылығы болды? Себебі және келесі сабақта нені қосуға болады? Осы сұрақтар бойынша жауаптарыңызды SMS хабарлама ретінде мен күтетін боламын. Сіздерге үйге тапсырма. Бүгінгі күннің отбасы құндылықтары тақырыбында сыни зерттеу жүргізіп келеміз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.